Сәлеметсіңдер ме, балалар? Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Өте жақсы, балалар. Сендер қандай ұлттық ойындарды білесіңдер? Ақыран тартыс. Көкпар, күрес, тағы да алдаспақ. Өте жақсы, балалар. Бәйге, дұрыс, өте жақсы. Балалар, біз бүгін асық ату ойыны Қанталапай ойынымен танысамыз. Қазақ халқы қой малын көп өсіргендіктен асықты жілігіндегі асықты алып тазартып, кептіріп, немерелеріне, балаларына жинаған. Ойынды үлкендер де кішілер де ойнаған. Бірінші ойынды бастамас бұрын ойынның ережесімен таныстырып өтем, балалар. Қоржында не бар деп ойлайсыздар? Асық бар. Иә, өте жақсы. Қоржында асық бар. Асықтың жартысының 4 түрі болады, балалар. Алшы, тайке, бүк және шөп түрі болады. Ал енді балалар, осы асықтардың ішінде ерекше бір асық болады. Қандай түспен боялған, балалар? Түспен боялған. Иә, бұл қан асығы деп аталынады. Қазір мен ортаға қоржындағы барлық асықтарды шашамын. Талапай, талапай, ойын басталды. Алапай деп, сендер сол кезде қан талапай деп шашқан асықтарды жинап аласыңдар. Соның ішінен кімге осы қан асығы алса, сол ойынды бірінші бастайды. Ал балалар, онда ойынымыз. Талапай, ойын басталды, алапай. Қанекей? Қан талапай, жақсы, өте жақсы. Кім қан асығы кімге түсті? Нұртөреге түсті. Қан асығы ойынды бірінші болып Нұртөре бастайды. Ал сендер қанша асық жинадыңдар? Әмірде 4 асық бар екен. Алиханда да 5 асық бар. Мансұрда да 4 асық екен. Ибрахта да 5 асық бар екен. Ал қанекей балалар, онда ортаға асықтарды тігіп шығамыз. Балалар, ойынды бірінші болып Нұртөре бастайды. Өйткені онда қан асығы бар. Кәм атам үшін Нұртөре? Ой, жарайсың Нұртөре. Ой, жарайсың. Мансұр да асық ұтып алды, өте жақсы. Ой, жарайсың, асық ұтып алды. Ала қоясың. Алихан ата алмай қалды, иә балалар? Алихан, қандай ұлттық аспаптарды білесің? Домбыра, тағы да? Қобыз, тағы да? Кім қанша асық ұтып алды? Сендер 2, дұрыс. Ибрахта 4 екен, Нұртөреде 3, Әмірде 3, Алиханда 2 екен. Сонымен бізде жеңімпаз кім балалар бүгін? Ибрат жеңімпаз. Бүгінгі ойын сендерге ұнады ма балалар? Бүгінгі Қанталапай асық ату ойыны сендерге ұнады ма? Иә, ұнады. Енді тағы да ойнаймыз ойын.